Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Эльмира Өмірбек, Түркиядан. Бүгін мен қысқаша тапу жөнінде сөйлескім келіп жатыр, айтып бергім келіп жатыр. Не екені, оның қандай құжат екені жөнінде қысқаша мәлімдеме бергім келіп отыр. Енді кез келген Түркияға келіп, жылжымайтын мүлік алғысы келіп атқан адамдардың бәрінде осы құлағында тапу деген сөз шалынып, ол не екен деген ой келуі мүмкін. Мен осы тапу жөнінде кішкене айтып өткім келіп жатыр. Сонымен тапу деген сіздің Түркия мемлекетінде жылжымайтын мүліктің қожайыны жалғыз сіз екенін білдіретін, дәлелдейтін заңды жалғыз құжат. Тапуыңыз болса, сіз сол сатып алынған пәтеріңіздің толық қожайыны екендігіңізге сенімді болыңыз. Тапу ол кадастровый номер. Сіздің үйіңіздің кадастрлық нөмірі. Сол кадастрлық белгісі болып, кадастровый комитетте жаңағы тапу мүдірлігінде бекітілген тапу құжаты заңдық күшінің мықты екені соншалық, оны ешқандай сот сізден алып қоя алмайды. Біздердегі сияқты үйді алып сатқан кезде біз бүкіл келісім шарттарды нотариустың алдында договор купли-продажа жазып бекітіп қол қоюға үйреніп қалған адамдарымыз Түркияға келгенде мен де сол нотариустың алдында купли-продажа договор болады шығар деп ойлағанмын. Сөйтсем, Түркияда нотариустың алдындағы қойылған құжаттардың заңдық күші жоқ екен. Оны кез келген жаңағы ыңғайсыз бізге болмайтын жағдайлар болса, оны кез келген сот сізден алып қоя алады екен. Сондықтан тапудың маңыздығын білгеніңіз жөн. Тапу, егер сіз Аланияда, Анталияда үйлер алып жатсаңыз, риэлторлар әрине оны толық өздері алып, тапуды қолыңызға дейін қосымша ақыға береді, қолыңызға береді. Ал егер сіз Түркияның басқа жерлерінен, мысалы, риэлтордың көмегінсіз, застройщиктің өзінен, немесе сатушының өзінен үйді алатын болсаңыз, онда тапуды жағдайын өзіңіз жасайсыз. Сол үшін тапуға не керек екенін тағы да айтып өтейін қысқаша. Тапуды алу үшін әрине бірінші пәтерді таңдап алуыңыз керек. Өзіңізге ұнаған бағасы жағымды пәтерді таңдап алған кезде сіз сатушы екеуіңіз келісімге келіп, тапу мүдірлігі деген кадастровый комитетке онлайн заявка беріп рандеву аласыз. Рандеву деген өткен жолғы түсірілімдерде де айтып кеттім, ол дата встречи. Қай уақытта сол мекемеге баруыңыз керек екенін онлайн кезек аласыз. Рандеву күні сіз қолыңызға бірінші паспорттың копиясын, паспорттың түрікше аудармасын, нотариуспен бекітілген, екінші 3/4 дана суретіңізді, одан кейін верги нумарасы деген налоговый номерді алып барасыз. Ол енін. Налоговый номерді алу да оңай, оның ешқандай қиындығы жоқ. Қолыңызда ноутбук болса болды, ешқандай басқа проблема жоқ. Ноутбуктан сіз интерактив вергі дайресі деген сайтқа кіресіз, сөйтесіз де заявка толтырасыз. Заявка толтырудың да қиындығы жоқ. Ябанжы үшін деп жазылып тұрады басы, сондықтан сол ябанжы үшін, ол деген шетелдіктер үшін деген мағынаны білдіреді. Сол кнопканы басасыз. Паспорттың электронный вариантын бекітесіз. Одан кейін заявканы жіберу деген кнопканы басасыз. Одан кейін бірнеше минуттың ішінде PDF форматта сізде верги нумарасы дайын болады. Оны сіз қағаз түріне шығарып аласыз. Сонымен осы 3 құжатты, паспорт, фотография және верги нумарасын алып, рандеву алған күні тапу верги мүдірлігі деген сіздің үй алып жатқан жердің территориальный мекемесіне барасыз. Ол кадастровый комитет. Сол жерде сіз міндетті түрде
акт толтырасыз. Акт ол сатушы мен сатып алушының алдындағы бір-біріне ешқандай претензиясы жоқ деген құжат. Ол актты толтырған кезде, тапудың мүдірлігіне барған кезде жаныңызда міндетті түрде государственный переводчик, мемлекеттік тілмаш керек. Присяжный переводчик деп айтады оны. Ол переводчик, енді біз Түркияда болғандықтан орыс тілді переводчик бізге берілді. Сол орыс тілді тілмаштың көмегімен ол кісі акттағы бүкіл пункттардың бәрін сізге толығымен түсіндіреді. Одан кейін жаңағы сатушы мен сатып алушының арасында ешқандай претензия жоқ деп, бұл кезде бір-бірімізге жаңағы ақшамызды беріп, сол тапуға құжаттарымыз тапсырамыз, тапу мүдірлігіне. Тапсырылған құжаттардың 15 жарты сағаттың ішінде бізге сол тапуды берді, тапу деген қағазды. Тапу дегеніміз, сонымен қысқаша айтқанда, это право собственности. Сіздің жылжымайтын мүліктің қожайыны екенін білдіретін жалғыз құжат. Тапудың өзі 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде ол сіздің қай қаладан алғаныңыз, қай районнан алғаныңыз, көшесі барлығы көрсетіліп тұрады. Және тапудың және осы Түркиядағы пәтер алудың тағы да бір бізге ерекшелігі, сіз сол пәтерге тиесілі, сол жердің бірнеше квадрат жерінің де қожайыны болып шыға келесіз. Содан кейін екінші бөлімінде сіздің үйіңіз жаңағы берілген ба, эксплуатациядан өткен, эксплуатацияға берілген үй ме, әлде пока эксплуатациясы жоқ үй ма, содан кейін қай этажда тұрғаны, содан кейін қанша квадрат екені бәрі көрініп тұрады. Және тағы да бір ерекшелік, Түркияда квартиралардың, пәтерлердің квадраты біздердің сияқты әр бөлменің квадраты соңында қосылып общий квадрат шығарамыз, ол жалпы квадрат. Ондай емес, ол жерде квадратты пәтердің сыртқы периметрін өлшейді, болды. Соның барлығы сіздің квадрат болып есептеледі. Үшінші бөлімде жаңағы пәтердің қожайынның аты жөні, әкесінің аты жазылып тұрады. Төртінші бөлігінде жаңағы тапудың нөмірі, кадастровый нөмірі, QR белгісі, одан кейін сату бағасы, одан кейін печати и датасы көрініп тұрады. Негізгі құнынан көбірек төмен болып көрсетіледі. Себебі ол мүмкін ыңғайлы да шығар. Сатып алушы да, сатушы да өзі осы бағаға налог төлейді екен. Әсіресе бізге қатыстысы сатып алушы үйдің бағасының 4%-ын үкіметке налог ретінде төлейді. Сонымен тапу дегеніміз міне осы құжат. Тапудың қазір сырт көрінісі өзгерді деп жатыр. Осындай ақ бордовый рамочкасымен жаңағы, ал бұрында ол тұтасымен розовый түсті болған екен, жаңа қызғылт түсті. Және тапудың тағы да бір түрі бар екен, мүмкін ол да түрі сіздерге кездескен болар. Егер үй әлі салынбаған, айтады ғой, жаңа қазір квартираларды на кончике карандаша, жаңа план кезінде немесе жоспар кезінде сатып алып атады ғой. Егер ол жерде үй салынбаған болса, тапудың түсі көгілдір болады екен, голубого цвета. Сол осы тапу туралы айтқатын осы мәлімдемем. Және тағы да бір айтып кететін нәрсе, сіз деген осы Түркияда келіп, үй аламын, ақшам осы үйдің бағамына жетіп тұр деген ойда уверенно, жаңағы сенімді түрде келудің қажеті жоқ. Себебі тапудан кейін де көп шығынға тағы да жолығасыздар. Бірінші манағы айтып өткен, әр сатып алушы үйдің бағасының 4%-ын үкіметке салық ретінде төлейді. Одан кейін тағы да басқа көп шығындар бар. Мысалы, жаңағы тілмаштың қызметін, сосын әр құжатты жаңағы жинау, барлығына ақы төлеу керек. Оның барлығы жаңағы құжат дегенде қалай коммуналдық службаға, мысалы суға, жаңағы алған пәтеріңіздің суын
газын, электричествосын барлығына сіз жеке келісім шартқа отыруыңыз керек. Ол жерде де біраз төлейтін ақшаларыңыз болады. Одан кейін енді шет елде болғандықтан қосымша көптеген шығындар болуы мүмкін. Жаңағы мебельді, техниканы айтпағанның өзінде де тек үйді жаңа кілтін алып бүкіл ком услугыңызды қосуының өзі барлығы да біраз сомағаны талап етеді. Яғни сіз үйді сатып алған бағаңыздың үстінен кем дегенде $2000 артық ақшаңыз болу керек. Соның барлығына сіздің жұмсайтыныңыз енді пәтердің бағасына байланысты ғой, мен орташа пәтер туралы айтып отырмын. $2000 астам ақшаңыз тек оформленияның кезінде және оформлениядан кейінгі бірінші кезде кетеді. Енді тапу жөнінде айттым. Енді келесі бағдарламамда мен жаңа коммунальный службаларға қанша уақытымыз кеткенін, ол жерде қандай шығындар болатынын мен айтып өтейін. Өзімізде осы тапуды оформлениядан кейін $2000 ақша кетті. Сол, егер менің мәлімдемем қызықты болса, қуанып қаламын әрине. Ұнаса лайк басыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Егер де қосымша сіздің сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазыңыз, мен жауап беремін. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.